Хей, бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін мен Бека. Құдайға шүкір, сіздер менің арнама 253 подписчик жинап беріпсіздер. Мен сіздерге айтып едім ғой, 200 подписчиктен де мен сіздерге бета версия бар ғой, Free Fire Advance. Соны қалай жазу керек екенін түсірген айтқан болатынмын. 200 подписчиктен кейін түсірем деп. Міне осы 253 подписчик болып кетіпті. Просто ровно 200 подписчикте түсіре алмадым, өйткені үй шаруасы болып қалған. Сондықтан қазір түсірейін деп жатырмын. Осы Google-ға кіресіздерде FF Advance деп жазасыздар. Осы жазасыздар FF Advance деп. Сосын міне бірінші тұрады, осы менікіндей кіресіздер. Осыға кіресіздер. Осылай тұрады, логик Google дейді. Осы жерге осылай кіресіздер. Кішкене ауырып тұрған даусыма мән бермей қойыңыздар. Осы любой аккаунтыңызды таңдай саласыздар. Любой аккаунтыңызды. Сосын міне осында бірдеке шығады. Осы шығады еще мынаяқтар деген, міне осы ключ. Осы ключ генерация. Осы мне скачать APK деп тұрады. Только для Android дейді. Осы жазасыз. Көрдіңіздер ма? Так. Енді осы жазылу керек, достар. Қазір аз қалады, сосын видеоны арға жалғастырам. Ал достар, міне жазылайын деп қал, қазір осы күте тұрайық. Өтінем, енді мені қолдап жатқандарға үлкен рахметін айтам. Енді өтінем, мені енді 500 подписчикке жинап беріңіздер. Өтінем. Тамақтарыңызды, чайларыңызды ішіп отырсаңыздар, ас болсын. Ораза ұстап жатқандарға қабыл болсын оразаларың. Так, 1 секунд болды. Міне достар, жазылды. Так, қазір айтатын болам. Міне FF Advance деп тұр, осы крестерді. Міне тұр. Қазір жазылсын енді установка деп. Келесіде қандай видео түсірем, комментке жаз кетіңіздер, өтінем. Сіздердің айтқандарыңызды түсіруге тырысып жатыр. Міне 200 подписчик болғанда мен сіздерге бета версияны қалай жазады деп сұрадыңыздар ғой комментарияда. Міне сондықтан бета версияны қалай жазу керек түсірді. Міне Free Fire Advance депті, осылай кіресіздер ғой. Қазір. Перейти, сосын бірдеге істеп аласыздар ғой өздеріңіз папкаға етіп. Айтпақшы, міне достар, мен өз аккаунтыма жай просто кіріліп тұр. Негізі бұның алдында андай шығу керек қой. Қазір айтамын, ключ генерация деген бірдеге шығу керек. Просто мен бұған кіріп қойғанымда сондай шығу керек. Сол жерге жаңағы скопировать еткен ключті жазасыздар. Болды, осымен видео аяқталады. Ана еще айтып ғой сіздерге. Екі бета версия түсірдім ғой, не шығатындарын. Сондайдым, андай шықпайды екен.
обновасы болып жатыр деп айттым ғой, сосын келесі бөлім түсіре алмаймын дедім ғой. Енді түсіре аламын. Түсір деп жазып кетіңіздер, сосын салатын боламын. Осындай видео аяқталатын болады. Сау болыңыздар, осындай қызықты видео болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.